Адам денсаулығына анардың қандай пайдасы мен зияны бар? Бұл туралы осы видеода толық айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Анар жұмсақ, жылы климаты бар аймақтарда өсетін оңтүстік жемісі. Көбінесе анар шырынын гемоглобин деңгейін, иммунитетті арттыру және ми жұмысын жақсарту үшін ішеді. Анар ішек микрофлорасын, қандағы глюкозаның қалыпты деңгейін ұстап тұруға және мидың жұмысын ынталандыруға көмектеседі және ас қорытуды жақсартады. 25 грамм анарда шамамен 4-5 грамм жасұнық талшығы бар. Талшықты қабылдау ішек микрофлорасын, қандағы глюкозаның қалыпты деңгейін ұстап тұруға және мидың жұмысын ынталандыруға көмектесетін белсенді ас қорыту үшін қажет. Ұсынылатын тәуліктік қажеттілік 25 граммға дейін. Талшықты қабылдау ішек микрофлорасын, қандағы глюкозаның қалыпты деңгейін ұстап тұруға және мидың жұмысын ынталандыруға көмектесетін белсенді ас қорыту үшін қажет. Сонымен қатар анарда мыс бар. Мыс гемопоэз қан тамырларын серпімділігін сақтау және оттегінің белсенді тасымалдануы үшін қажет болады. Мыс жүздеген биохимиялық процестерге, гормондардың бір бөлігін шығаруға да қажет. 100 грамм жемісте ағза бір тәулікке қажет ететін 15% К дәрумені бар. Ол қанның ұюын реттейтін ақуыздарды синтездеу үшін қажет. Сонымен қатар дәрумен бұлшықеттердің жұмысына, дәнекер тіндерінің жаңаруына белсенді қатысады. К дәрумені кальцийдің сіңіруі үшін өте маңызды болып есептеледі. Аскорбин қышқылы. Анарда ағза қажет ететін 10% аскорбин қышқылы бар. С дәрумені тотығу, тотықсыздану процестерін реттеуге көмектеседі. Жасушалардың қартаюын болдырмайды. Теріні ылғалдандыруға және эпидемия кезінде суықтан қорғауды ынталандырады. Анарда ағзаға қажет ететін 10% В9 дәрумені немесе фолий қышқылы бар. Бұл зат жаңа қан жасушаларының пайда болуын ынталандыруға көмектеседі. Иммундық жүйені қолдайды және жүктілік кезінде ұрықты қорғайды. Калий. 100 грамм анарда 10% калий бар. Бұл минерал жүректің, мидың жұмысына, дене бұлшықеттерінің белсенді жиырылуына, су-тұз алмасуын қолдануға және қан плазмасындағы қант деңгейін түзетуге қажет. Сонымен қатар анардың қабығы мен тұқымы да пайдалы. Қабықтың құрамында көп мөлшерде полифенолдар бар. Таниндер және антиоксиданттар бар. Бұл косметологияда және дәстүрлі медицинада да қолданылады. Анар дәндері талшықтарға, органикалық қышқылдарға, маңызды дәрумендерге және эфир майларына бай. Олар косметология мен өнеркәсіпте де белсенді қолданылады. Ал анардың қандай зияны болуы мүмкін? Жеміс бірыңғай пайдалы немесе түбегейлі зиян болмайды. Анарда да сондай. Оны шектен тыс тұтыну денсаулыққа зиян келтіруі, белгілі бір проблемаларды күшейтуі мүмкін. Құрамында белсенді ингредиенттер, жеміс қышқылдары мен таниндер болғандықтан оны мына жағдайда жемеу керек. Ас қорыту патологияларының болуы, яғни панкреатиттің, энтериттің, гастриттің өршуі, асқазанның немесе ішектің ойық жарасы болса, геморрой немесе іш қатуға бейімділік болса, тіс эмалінің зақымдануы болса, анарға қарсы аллергиялық реакция болса, анарды тұтынбаған дұрыс. Осы және басқа да пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.